Nursultan Abishuli, sizga chaqiruv telegramma. Minekeyingiz. Deb tushunsan buyurmasin. Қазақша жазса қайтеді. Масимовты шақырыңдар. Sen Қытайша білесің бе өзің? Albatta Nursultan Abishevich. Men Қазақша да bilaman. Мынаны көрші, не дейді екен? Assalomu alaykum Nursultan Abishevich. Xitoylarning topaytini жоқ. Qozog'istonning chiqadi oziq-tulik unumlari Sapa Olimpiadasini chaqiramiz. Bugun dunyoda zuluk, inflyatsiya bilan bog'langan qalbtasiruv maqsadida o'tkazilib yotgan bu olimpiadadan Qozog'iston tovarlarini ko'rishga asirsiz. Ал не дейсің? Сапа додасына кімді ертіп жібереміз? Оңтүстік Nursultan Abishevich. Бәрі де Шымкенттен шығады ғой. Оңтүстік дейсің бе? Нұрғали Әшімовті қосыңдар. Нұрсұлтан Абишұлы, тыңдап тұрмын. Нұрғали, бізге Бейжіңнен азық-түлік өнімдерінің Сапа Олимпиадасына шақыруға келіп отыр. Біз мұнда ақылдаса келе, оңтүстіктен шыққан өнімдер намысты бере қоймас деп шештік. Өзің қалай ойлайсың? Нұрсұлтан Абишұлы, сенімізге рахмет, ұятқа қалдырмаймыз. Сапа Олимпиадасына кімдер баратын туралы ұсынысты тез арада жібереміз. Міне осылай болса керек. Шымкенттің барына шүкір.各位嘉宾，欢迎来到世界商品奥林匹克大赛，北京热烈欢迎大家。 US, you're welcome to the Worldwide Product Quality Olympics. Beijing City is glad to meet you. Mine, көптен күткен Сапа Олимпиадасында салтанатты түрде шерумен басталды. Әр елдің азық-түлік тауарлары сап түзеп өтіп барады. Қазақстан тауарлары да көк байрағымызды желбіретіп жақындап келеді. Олар қазақ халқын әлемге танытқан күш атасы Қажымұқан портретін көтеріп шықты. Керемет, керемет! Алда үлкен сайыс. Сапа додасы күтіп тұр. Біз өз жерлестерімізге жеңістің биік тұғырынан көріне берулеріне тілектеспіз. Келесі, әміркен қияры, өтпеді, нитраты бар. Келесі, Африка лимоны, өтпеді, нитраты бар. Келесі, қазақ алмасы, шекеңе не болған? Жай әшейін, жылып кетті. Міне, қарашы Қазақстанның жемістерін. Нитраты да жоқ, витаминге бай, қандай тамаша. Тыншығып қала жаздадым ғой. Қалай, өттің бе әйтеуір? Қайдағы нитрат? Мен өзіме қайтар едім ғой. Саған рахмет Алма. Сенің арқаңда ел көрдім, жер көрдім. Жер. Кассат жер серігі хабарлайды. Кассат жер серігі Бейжіңде өтетін Сапа Олимпиадасынан тікелей хабар таратуға дайын. О, Олимпиада басталды. Мынау біздің Асимай. Иә, Сапа додасы басталып кетті. Қай елдің суының сапасы мықты екен? Қазір көреміз. Асимай десе Асимай, жүзуін қарашы, неткен керемет, неткен жылдамдық. Алға Қазақстан, алға Қазақстан. Кока-кола қалып барады. Біздің Асимай алда келеді. Ал Кока-кола жете алатын емес. Ура! Жеңіс бізде! Жарыңызың Асимай! Сапа көрсеткіш биіктігіне секіруден рекордтық меже қойылды. Американ майы бұл көрсеткішті алады ма екен? Қайнекей көрейік, секірді? Жоқ, алынбады. Ендігі үміт қазақстандық Шымкент майында. Намысты қолдан берме. Алды рекорд 100%-ға Сапа биіктігі. Таблода Қазақстан. Мына таблодағы көрсеткіштерге назар аударсақ, Сапа жағынан алда келе жатқан елдер Америка, Ресей, Қытай болып тұр. Лондондағы сауда биржасында қарбалас басталды. Әзірге буштың тауықтарының саудасы қызып тұр. Біздің қазақстандық азық-түліктерге сұраныс төмен болып тұр. Бірақ Олимпиада барысында жағдай күрт өзгеруі мүмкін.
Атышулы Бугария сырасының өз қарсыластарының бәрін жеңіп финалға шықты. Біздің қазақстандық сырада бірнеше елдердің сыраларынан басым түсіп, енді міне шешуші сәтте Бугария сырасымен күш сынасады. Кім жеңер екен, қанша тыраштанса да қазақстандық сыраға әлі келер емес. Қане, Бугария қызарып кетті. Жарайсың Шымкент сырасы. Бас, бәрекелді. Шымкент сырасы Бугария сырасының шляпсін қайырып тастады. Бугария сырасы ақырында ауыздан ақ көбігі ағып құлап түсті. Пай, біздің жемістердің отырысын қарашы. Ай, сабаздар. 美国和哈萨克的划船员已经是领先，开始会同是划船员。 Старт берді, қайықшылар сайысы басталды. Қай елдің жемістері мықты екені осы жарыста байқалады. Америка сәл алда. Ол не болып қалды? Американың қызанағы шаршап қалған сияқты. Қазақстан оза бастады. Енді бокс аренасынан не болып жатыр екен? Қазақстан және Куба жұмыртқалары. Түх, мына сәбіздің сұлуын-ай. Белдегенің үзіліп, қара көзің сүзіліп тұр ғой жүрген. Оппа! Қарадан тер шыққанша сардан жан шығады деуші еді. Куба жұмыртқасы болдырып отыр ғой өкпесі өшіп. Терлеуін қарашай, моншада отырған сияқты. Шекесі шытынап кетті, яғни антияз деген сөз. Ал біздің боксшы аршыған жұмыртқадай аппақ болып ортада ортекеде ойқастап жүр. Әлі таң. Куба дәрігерінің бас шайқағанына қарағанда ұрысты тоқтатады. Жоқ, Куба боксері қыз балықпен ортаға шығып кетті. Ашузадан жарылып кетіп аренаны бұлғамаса болғаны. Соқ, бәрекелді, ұр жақсылап, нокдаун! Сенгіріп қалды, мынау соққыдан кейін миы шайқалып, ағымен сарсы араласып, гогөл-могөл болып кеткен шығар. Міне жедел жәрдемде келіп жетті. Ох, масқара, жарылып қалды. Тұқымы құрсын. Қысқасы біздің жұмыртқа жеңіске жетіп, кубалық қарсыласын сындырып тастады. Жарайсың, алға Қазақстан. Ал енді қайық жарысына қайта оралайық. Мінекей біздің жемістер мәрегеде жақындап қалыпты. Қанекей не болар екен? Жеңіс Қазақстанда. Ал Лондондағы сауда биржасындағы жағдай күрт өзгеруде. Қазақстандық тауарларға деген сұраныс көбеюде. Ал енді ең қызықты спорт түрі атештер төбелесі болмақ. Бұл жерде ереже жоқ. Рингте карате, таэквондо, джиу-джитсу, самбо, сумо бәрі аралас. Кәне кім күшті екен анықтайтын кез келді. Қытай атеші аренада дайын үстінде. Шығыс жекпе-жегінің небір түрін меңгерген бұл атеште жартылай финалға шықты. Жапонның құрайлар қара шықты. Не деген салмақ, не деген күш. Ал қарсыласы болса, Герман атеші бұл да оңай емес. Таэквондо шебері, каратедодан қара белбеу иесі. 11-ші тағаны көрейік, не болар екен. Герман атеші тайсалатын емес. Тепті, тағы да тепті. Ана сабаз мың кетер емес. Оппа, дәудің жұдырығынан несеңдеп қалды. Ой, қайтегей. Ой, бейшара. Салмағымен ез тастады. Бипштекс. Тірі қалса жарар еді. Иман салауат болсын. Ал енді соңғы шайқас. Жапон бройлер мен Қазақстан атеші сумо күресінің майталманы дайындалып жатыр. Міне біздің атеште көрінді. Маңғаздана бас рингке келеді. Жұмыртқа атешке ақыл үйретмес болар. Ал көрейік, шабуыл басталды. Таптап кетер мекен қайтер екен. Жоқ, біздің атеш айласын асырып, май шелпектен бір теуіп мазақ қылып жүр. Біздің атеш ұсталып қалды. Айналдырып жатыр, сұмдық қой мынау. Лақтырды. Тұр орнынан. Оқтан жеңілсең, қатынсың. Ой, тауықсың. Қысып жатыр, қайтедей мынау. Бәрекелді, ұр, тағы да ұр. Жапонда өнің жан мұрнышына келді ау шамасы. Мәш! Көзін шықып алды. Тепті, тізе бүктірді. Кескен теректей сұлатып салды. Аяғын қайырып, ботыны айырып жіберейін деп жатыр. Дәуің жер тоқпақтап жеңілген мойындауда. Кезінде осындай аренада Қажымхан бабамыз жапон балуаны Сара Кикидің иттерісін басына қаптаған екен. Бәрекелді, тұқымын көбейсін Шымкент құс. Бәстігуге қалай қарайсыздар, мырзалар? Кімнің аты осыса? Келесі сапа олимпиадасы сол елде өтеді. Окей, без проблем.
Бәйге басталғалы тұр. Тұяқтары мен жер тарпыған тұлпарлар тағатсыздана құлақтарын қайшылауда. Басталды! Әтегенен ақ суырылып алға шыққан сайгүліктер арасында Қазақстан тұлпары. Оған зөңгілес ақш пен Ресей сайгүліктері қалмай келеді. Не деген шабас! Көз алдымызға тай бұрудың, құлагердің шабыстары елестегендей. Ұшқан құспен жарысқан демеушмеді мұндайда. Әй жарайсың жануар, біздің тұлпар алда келеді. Шу жануар, шу! Табаның жерге тимесін. Көреде жақындап қалды. Қане, бас! Ура! Жеңіс бізде! Қазақстан жасасын Қазақстан! Нұрсұлтан Әбішұлы, сеніміңізді ақтадық. Әрқашанда тапсырмаңызды орындауға дайынбыз. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны. Қазақстандықтарды Сапа Олимпиадасындағы үлкен жеңістерімен құттықтаймыз.